Сәлем достар, тегін 10 сотық жерге кезекке қалай тұру керектігін көрсетемін. Ең алдымен телефонымыздағы eGov Mobile приложениесіне тіркелетін боламыз. Тіркелгеннен кейін осы жерге тез кіру үшін код теру керек болады. Одан кейін қызметтер бөліміне өтеміз. Жылжымайтын мүлік бөлімшесіне кіретін боламыз. Осы жерде жеке тұрғын үй құрылысына, жер учаскесіне кезекке тұру бөліміне өтеміз. Осы жерде өтініш түрін таңдаймыз. Бірінші кезекке қою. Одан кейін қай аймақта жер кезегіне тұрғыңыз келеді, сол аймақтарды таңдайтын боламыз. Барлық пунктті толтыратын боламыз. Бұрын жер учаскесін алмағанды растаймын дегенге птичкасын қойып, қол қоятын боламыз. Біздің өтінішімізді мына қабылдады. Ол туралы хабарламадан көруімізге болады. Хабарламадан біз нешінші нөмерде кезекке тұрғанымызды көре аламыз. Ақпарат пайдалы болса, тіркеліп, лайк басып, қолдап қойыңыздар.